Бәріңізге шайсыздар, мен казахский тигр. Шай ішіп жайғасып отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Фильмнің атауы «Роковое влечение». Ал кеттік. Алдарыңызда көріп тұрғандай, Анна де Армари 9 жыл бас бостандығынан айырылады дәлелденбеген іс үшін. Алдында сокамерницалармен танысады. Көріп тұрсыз. Тамақ істеп атып, қыздармен жайлап танысып, директорға қалады. Түрмен директор Жан деген танысады. Модельный кастингқа қатысып атады, өзінің киімін сәндеп атқанда Пилар сен шығасың деп айтады анаға. Ана киініп сәнденіп әдемілігін көргенде Жан жайлап бас кете бастайды жаңағы қыздан. Оның деласын қызығып ақтарып андай бастайды, мен сен түрмедегі өмірін жақсартамын деп тырысады. Өзі семьянин, баласы бар, қызы бар, әйелі. Сосын жаңа директор келеді мұғалімге, сіздің қызыңызды унижать етеді, өйткені сіздер түрмеде істейсіздер дейді. Одан жынданған Жан, оны әйелі сабасына келтіреді. Мамасы келеді анаға, не болды, қалай жағдайың деп сөйлесіп жатады екеуі. Сосын Пилар тиісе бастайды анаға, төсінді көрсетті. Сосын екеуі төбелесе кетеді. Ана да жынды екен. Сен айтады, қыссаш бір жерін ондай движение жасамайды, түрмедегі срогың көбейеді ғой деп. Сосын тамақ істеп жатқанда қолын қанатып алады. Роза оны первый медпомощь жасап сүйгісі келіп сезім білдірткенде ана қаша бастайды. Екеуі сөйлесіп 4 айдан кейін шығады Анна де Армари. Судебный исполнительмен кездеседі, адвокатпен. Сен жөндеп киінсеш, қыз-ау не істеп тұрсың деп айтады. Сосын өзінің хатына жаза бастайды ана Жанға. Түсіндіреді, жағдай осылай болып отыр деп. Сосын қызығып сотқа келеді Жан. 9 жыл бос бостандығынан айырылады екен қыз. Сен апелляция берсеш қайтадан, сен не істейсің дейді. Мен де жұмыс істесем бәрі де жақсы болады дейді. Сосын жұмыс істей бастайды. Қолына ұстап қалғанда Анна де Армарида бір түрлі сезімдер пайда бола бастайды. Ната бастайды жайлап Жанды. Сосын хат жазып кетеді Жанға, мен оқыңыз деп. Жан оқып біледі, жаңағы ұнатып қалғанын қыздың. Оны есінен келтіре алмай, Пилар ана түрмеде соғыс бастайды екен. Біреумен төбелесіп қалады екен, оны сабасына түсіреді. Жаңа хатпен ұйықтап қалады. Сол ой бәрі анада кіріп кеп ананы сүйіп алады жаңағы Жан. Сосын түсіне ана кіреді. Сосын игнорировать етеді ананы. Біздің бәрі қателік, мен байқамай істеп қалдым. Сурет сабағында әйел айтады, модель болып кім жаланыш түсті дегенде күйеуінің қарап тұрғанын көріп қалады жаңағы анаға. Сосын сен маған неге өйтіп қарамайсың дегендей қарайды. Сосын Жанна Пиларға келеді. Пилар, сен не болып жатсың деп. Сосын бір-бірінің шашын қиып, ананың шашын қиып, екеуі бір-бірінің сезіміне білдіріп аймаласып кетеді Жан. Түрмедегі коллегалар біледі екен екеуін, сплетнен өсек тарап. Мамасы келеді анаға. Сен не үшін келді? Мені босатшы кетші менен деп мамасын ұрсады. Сосын Жан жаңағы түрмеге келеді анаға, қалай деп видеоға түсіре бастайды. Сосын ана көрсетеді, менде де сотка бар, мен саған звондаймын деп. Сосын түсіндіреді, маған звондама, мен каникулға өтеді дегенде қызым бір-ақ ұрып жүреді. Менімен араласпайсың дегенде. Сосын әйелі шектеніп жатқанын көреді күйеуінің. Күйеуі айтады, маған шақыршы анау қызды деп. Сосын екеуі төбелесіп атсайын деп атады, қорқытып бір-бірін. Видеоға түсіріп атады өзін. Ол видеоны жаңағы Жанға жібереді, Жан видеоны көреді, әйел біледі біреу жазатын. Әйел екеуі төсекте болайын деп жатқанда аназдандап бәрін бұзып тастайды. Екеуінің отношениясын дәрісін ішіп алады ана. Ол больницаға түседі дәрісін ішіп. Екеуі қайтадан достасады больницаға. Сосын клубқа келіп ішіп алып тәлтіреп төбелеседі бәрімен. Полицейский айтады, анаға сіз кірмейсіз, өйткені сот исполнитель бұны тоқтатты деп. Үйіне келгенде көреді, әйел бөлек төсек салып бергенін біле бастайды, екеуі басқа біреу бар екен. Сіз түрмедегі қызбен жатқаныңызды білетін болса, сіз сотталатыныңызды білесіз ба дейді. Сосын праздник жасайды. Менімен болғың келсе, қызымен бірге ана қызды таста дейді. Бірақ ол қызды ұмытамайды. Түрмеге келіп салют фейерверк запускать ете бастайды. Оны ана көреді, жаңағы жігіттің тастап кетпегенін ұмытпаған. Сосын айтады ана, мен бір күнге босатады, екеуміз кездесейікші дейді. Сосын екеуі ательеге барып төсектесіп бір-бірін аймалап бітеді. Сосын жаңағы магазин кіріп сим карта алып береді жаңағыға. Үйіне келеді, жаңағы қызын құшақтап әйелмен сөйлесейін дегенде тағы түк шықпайды. Звондап атады ана. Оны әйел алады телефонды. Екеуі менің күйеуіме звондама дейді. Ана жүкті екен. Біреудің бірақ семьясын бұзғысы келмейді, соны айтқысы келмейді екен. Сосын жаңағы несін соткасын ұмытып кетті, несіне келеді кабинетіне. Оны полицейский ұстап әкетеді жаңағы. Қорқып қалады жаңағы ана. Сосын айтады, сен жаңағы қызбен төсектес болғанды естісе, сен сотталасың дейді. Бүкіл кінәні қызға артайық дейді. Ол келіспейді Жан. Сосын адвокатқа барады. Адвокаттан келген соң жаңағы қызға келеді. Қыздың жанында бір таныс емес еркек, ол ұрсады. Мен бәрін тастадым ғой сен үшін деп. Сосын қыздың выступлениесіне келеді, мынау аборттың дәрісін ішеді. Сосын сотқа келеді екеуі. Бір-біріне мәз болып қарайды. Екеуі әрі қарай жалғасатынын біледі. Осымен фильміміз бітеді. Сіздермен болған казахский тигр жазылыңыздар.